بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Міне Алла тағаланың қалауыменен тағы да бір кезекті сабағымызға келіп жеттік. Өткен сабағымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандардың саны, қызы бар, еркегі бар, кедейі бар, байы бар, мансаптысы бар, бастығы бар, басқасы бар, сандары 60-қа жеткеннен кейін Алла тағаладан әмір келеді. Фастаъ бима туъмар ва а'рид анил мушрикин. Сен енді бұдан былай жасырма. 3 жылдан бері жасырып келді ғой. Дінді солай жайды Алла тағаланың әміріменен, бірақ 60-қа жеткеннен кейін енді Алла тағала Мұхаммед пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам дінді ашықтан жайды. Пайғамбарымыз ашықтан жайды, бірақ мұсылмандар әлі де болса сақтық қылып өздерінің мұсылман екенін әлі қоғамда ашықтай қоймаған еді. Өйткені қауіп бар, ол оңай емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең бірінші өзінің туысқандарынан бастады, Құрайштан бастады. Міне дағуат ашықтан басталғаннан кейін үлкен қайғылар, үлкен проблемалар міне осы жерден басталды ғой. Пайғамбарымызға және мұсылмандардың бастарына үлкен қара бұлт төнді. Енді бұл кісілердің кінәсі не? Пайғамбарымыздың жаңа мұсылмандардың бірақ қана кінәсі бар еді. Алла тағалаға ортақ қоспай, тек жаратушымыз Аллаға ғана табынайық деген. Жақсы адам болайық деген кінәлар сол, басқа ешқандай кінәсі жоқ. Енді олар да Аллаға сенген, бауырлар. Аллаға сенген. Соны Құранда айтады. Бірақ олар сол сенген Алла тағалаға ортақ қосқан және сол сенетін құдайларын өздерінің жұмыстарына, кәсіптеріне, табыстарына араластырғысы келмеген ғой. Жартылай өздері құдай болып отырғанда. Жарайды, сенейік, бірақ өз жайына жүрсін. Біздің мына жағымызда өзіміздің жұмысымыз бар, біз өзіміз білеміз деген сияқты. Ол сенген болып саналмайды екен. Алла тағала Құран кәрімде айтады: "Құл лиманил арду ва ман фиха ин кунтум та'ламун." Егер білетін болсаңдар айтшы, мынау жер беті және жердің астындағы үстіндегі байлықтардың барлығы кімдікі? Кім жаратты бұның барлығын? Деп оларға сұрасаң дейді, фасаяқулуна лиллах. Олар міндетті түрде Алла деп айтады. Афала тазаккарун. Олай болатын болса сендер ойланбайсыңдар ма? Ауыздарыңнан шыққан сөздерің құлақтарыңа жетпей ма? Өздерің түсінбейсіңдер ма? Егер Алла деп мойындайтын болсаңдар, Аллаға неге қарсы шығасыңдар онда? Алланың жіберген пайғамбарына неге қарсы шығасыңдар? Пайғамбарлы арқылы жіберген әмірлерге неге қарсы шығасыңдар? Ойланбайсыңдар ма сендерде? Ақыл жоқ па? Саяқулуна лилла қул афала тазаккарун. Қул мар раббус самавати саб'i ва раббул аршил азим. Олардан сұра дейді, жеті көкті жаратқан, жеті көктің иесі, арштың иесі кім деп сұрасаң, фасаяқулуна лилла. Тағы да олар Алла деп айтады. Қул афала таттақун. Олай болатын болса, көк пен жерді жаратқан Алла болатын болса, соған сенетін болсаңдар, неге сол Алладан қорықпайсыңдар? Сендік дейсіңдер, сендердің сенгендеріңе не пайда? Егер Алладан қорықпайтын болсаңдар, айтқан сөздеріңе жауап бермейтін болсаңдар. Тағы да айт дейді пайғамбарымызға Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: "Құл ман биядихи малакуту кулли шейин ва хуа юджиру ва ла юджару алейх ин кунтум та'ламун." Егер білетін болсаңдар, айтыңдар, ешкімге мұқтаж жоқ. Керісінше бүкіл мақлұқаттың бәрі оған мұқтаж болған. Фасаяқулуна лилла. Олар да Алла тағала деп айтады дейді. Міндетті түрде егер солай сұрасаң, кім деп? Бүкіл нәрсенің тізгінін қолында ұстаған, барлық мақлұқат оған мұқтаж болған құдіреті күшті Құдай кім десең, Алла деп айтады. Құл фа анна тусхарун. Енді Алла болатын болса, неге Аллаға қарсы шығасыңдар? Сендердің барлықтарың сиқырланып қалғасыңдар ма, дұғаланып қалғасыңдар ма, жынды болып қалғасыңдар ма? Неге ауыздарыңнан Алла деп шығады, бірақ Алланың әміріне қарсы шығасыңдар? Таң қалуда айтқан сөзіменен іс-әрекет сәйкес келмейді. Бәл атайнахум бил хаққи ва иннахум лаказибун. Біз шынында да ақиқатты алып келдік. Олардың барлығы білет, бірақ олардың көпшілігі өтірікшілер. Барлығы өтірікшілер да. Бұлай деп айтуға болады, Аллаға сенеміз деп айтады, бірақ шындығында сенбейді.
жер бетінде жүрген өзіміз Құдайымыз деп ойлайды. Ненің халал екенін өзіміз шешеміз, ненің харам екенін өзіміз шешеміз. Құдайды қаншалықты қыламыз, қандай суретте қыламыз, оны да өзіміз білеміз. Ауыздарынан Құдаймын деген сөз шықпаса да, іс-әрекетте өздерін осы жер бетінде Құдай санап жүрген адамдар Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ашықтан дағуат жасаған кезде қарсы шыққан. Қарсы шығуларының себебі өткен сабағымызда да айттық. Дүние ғой, құлқын, көкейлерін тесіп бара жатқан. Бизнестері қойылып қойған, қағбаның ішінде пұрттар, бүкіл арабтардың барлығы сол өздерінің пұттарына салықтарын төлейді, кеп садақаларын береді, зекеттерін береді, қажылыққа келеді. Өздерінің құдайларын қағбада Құрайыштар қарап отырғаннан кейін Құрайыштықтарды құрметтейді. Барлық жақта қабилалар, рулар бір-бірімен соғысып атса Құрайыштарға тиіспейді. Міне сол дәрежеден айырылып қаламыз ба, бізге келіп тұрған ақшадан айырылып қаламыз ба деген мақсатпен ғана олардың барлығын естіген бауырлар Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қарсы шыққан. Қарсы шығудың басында ең бірінші олар ішінде Надыр ибн Харис деген біреу бар. Сол арнайы ақшасын шығарып Ирак жаққа барып, сол жақтағы ирандықтардың, индиялықтардың, философтарының сөздерін, оқиғаларын, киелі кітаптарының тағы да бір қызықты әңгімелерін әдейі үйреніп келіп, Меккеде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына жақтан Алланың әкелген әмірін, Құранды жайса, анау сол Мұхаммедтің айтқанын тыңдамасын деп мына жақтан өтірік әңгімелерін, арасында күлдіргі әңгімелерін, ертегілерін тақпалап, адамдарды Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолына кетуінен тыйғысы келген ғой, міне қараңыз. Сондай нәрселер жасаған. Адамдарды айту өздеріне тарту үшін. Бірақ онымен де олар ешқандай нәтижеге жете алмайды. Содан не істейді? Күннен күнге мұсылмандардың саны артып бара жатыр, көбейіп бара жатыр. Сол бұрынғы өздерінің қолынан келетін әдеттеріне басады. Енді 60 мұсылман оңай емес қой өлтіру. Мекке халқы сол кездерде бір 20 мың деп айтады біздің ғұламаларымыз. Енді 20 мың шақты адам болған қалада. 20 мың деген енді қазір Өскеменді қарасаңыз қанша мың тұрады бізде? 400 мың, аз ғой енді 20 мың деген. Бәрі бір-бірін таниды деген сөз ғой. Сол 20 мыңы әрқайсысы сол бір 1000 ру, 20 ру болса әрқайсында сол 1000 адамнан да. Енді 60 адамды өлтіріп жаса әрбір рудан ол қиындыққа келіп соғуы мүмкін арабтарда. Содан кейін бұлар не істеген? Мұсылман болғандардың барлығы жастар болған ғой. Өздеріңізге айттық жоғарыда. Сол жастардың ата-аналарына айтқан ғой. Балаларыңа ие болыңдар. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жала жапқан, сиқыршы деген, жынды деген, міне ағасының өзі қарсы шығып жүр. Егер жақсы болса өзінің әулетіндегі ағасы қарсы шықпайтын еді деген сияқты сөздерді жайып қыспаққа алған мұсылмандарды. Соның ішінде атақтысы Саад ибн Абу Ваққас. Ол кісі мұсылман болған кезде анасы, егер сен Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолынан шықпайтын болсаң, мен өлем деген ғой анасы. Мен тамақ ішпеймін деген. Не деген үлкен қыспаға? Енді ойлаңыз, сен мұсылман боламын десең, бір Аллаға ғана табынамын, таза жүремін десең, анаң келеді де саған, егер сен осы жолдан шықпасаң, мен тамақ ішпеймін дейді. Анадан бізге жақын адам бар ма? Мысалы, осы дүниеде. Осындай дәрежеде мұсылмандарды қыспаққа алған ғой, Құдай сақтасын. Бірақ артынан анасы сөзінен қайтып тамақ ішіп, Саад ибн Абу Ваққас атақты сахабалардың қатарында қалған ғой, діннен шықпаған. Жақсы білесіздер, Мәдинаға ең бірінші мұғалім болып кеткен сахаба Мус'аб ибн Умайр, Меккенің ең бай әулетінен шыққан адам. Бірақ Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дініне кіргеннен кейін анасы бүкіл оған келіп тұрған ақшаның барлығын кесіп тастайды. Бермей қояды ештеңе. Сен мына жолдан қайтпасаң, саған бір тиын да ақша жоқ. Білгенін істе. Сен менің балам емес. Ол кісі сондай бір рахат өмір сүрген Меккеде. Ол кісі өтіп кетсе, мына жерден Мус'аб өткен екен ғой деп айтатындай дәрежеде болған ғой. Сондай мықты-мықты, қымбат-қымбат әтірлер жағып, қымбат-қымбат киім киіп, қымбат-қымбат көліктер мініп жүретін жас жігіт болған. Ал исламға кіргеннен кейін бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мус'абқа қарақаса байқұс
бір сүйек бір тері болып қалған ғой кедейліктен. Мына жыланның терісі қалай сыпырылып түсіп қалады, сол сияқты енді әбден жақсы өмірге жақсы жерде тұрғанға үйреніп қалған. Кедейлік оңай емес қой ол. Терісінің бәрі аршылып түсіп, солай айтылады енді, қатты шаршап кеткен ғой. Сондай дәрежеге шейін барған. Сахабалар көріп Мусаб жылайтын болған. Жарықтық Мәдинаға мұғалім болып жібереді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол жерде Мәдинаның халқының мұсылман болуына өте үлкен септігін тигізген сахаба. Артынан Құдай қаласа әлі оған келеміз. Пайғамбарымызбен бір соғыста қайтыс болған кезде кебін деуге мата таба алмай қалған ғой жаңағы. Басын жапса аяқ жағы ашылып қалады, аяқ жағын жапса басы ашылып қалады. Кебін деуге матасы жоқ. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басын жабыңдар солай көміңдер деп басын жауып солай ол кісіні жерлеген, шәһид болды. Дүниеден қыспаққа алса да бұл кісілер дінінен бас тартпаған екен. Енді бұл дүниемен қыспақ өз алдына азаптағанда ғой бұл. Мысалға Билал Хабашиді жақсы білесіздер, құлдардан Умайя ибн Халафтың құлы болған. Мұсылман болғанын естіп алғаннан кейін мойнына жіп байлатып Меккенің жас балаларына беріп 2 күн ба 3 күн ба байқұсты мал қылып сүйреткен дейді ғой. Мына мойнының барлығы қиылып кеткен жаңағы балаларының ананы тартып сүйрегендігі соншалық. Ол бұлай тұрсын, ұрып соғып арқасына дүре соққан. Енді ислам дінінде адамды ұрып соғу бұлай тұрсын, хайуанаттарға да зиян беруге болмайды ғой. Оның қасында адам ғой. Оны біліп жатырсың ба? Біліп жатыр дейсің бе? Дін дұшпандар. Артынан Меккенің ыстығы ойлаңыз, Меккенің ыстығы Меккенің сыртына шығарып құмға жатқызып, сол ыстық жерге. Енді арқасы күйгеннен кейін ары бері қозғалмасын деп үстіне өзі көтере алмайтын қаншама адамдармен әкеп таспен кеудесіне бастырып тастаған қалса. Сен мына діннен шықпасаң, өстіп өлесің ит өлімі. Сонда да жарықтық ахад деп айғайлайды екен. Артынан енді ахад деген қайдан тауып алды, неге болайсың десе, ахад деген сөз бұл мына мүшриктердің ең қатты қорқатын және жек көретін сөзі, содан кейін осылай деп айттым дейді. Енді олардың құдайы көп қой. 360 құдай бар ма? Енді ахад деген жалғыз. Алладан басқа құдай жоқ деген сөзі ғой. Соны айтып аналардың жынына тиген ғой, өлейін деп жатса да. Меккеге барған балалар білетін боларсыздар, ыстығы қандай ол жақта. Мен жазда бір Мәдинаға барған кезде, енді алғаш барған кезім ғой. Намаз оқыдым да Мәдинада ғой, Меккеге барған жоқ. Шықсам тәпішкем жоқ. Бүйтіп қарап қойым, содан есінде күзетшілер маған бірдеңке деді. Содан оларға ештеңе мән берген жоқпын да. Сумкамда не қойма болады, өзі арнайы сумкаларды қойып қояды. Мешіттің ішіне кіргізбейді ғой. Соған бара қояйын деп бүйтіп атып шығып едім. Енді аяғым жалаң аяқ қой. Бір 2-3 метрден кейін табанынан өткен ыстық мынау мидан өтіп кетіп жатады ғой. Сондай күйдіріп жіберді аяқ. Деп артқа қарай бүйтіп жүгіріп мешіттің ішіне бірақ кірдім. Отыра қалып табанымды уқалап жатырмын. Аналар күледі. Сөйтсе маған айтты, тәпішке киіп ал деп. Ана күзетшілер де мынандай өздері алып қояды екен. Жаңа тәпішкелер мынандай. Содан аяқ киімін таба алмай жүргендерге береді екен, мына тәпішкеңе ки деп. Сондай ыстықта біздің табанымыз күйіп жатыр. Билалдарды соны жатқызып қойып, енді ойлаңыз, қаны не деген азап. Бірақ сондай қинаулары да бұл сахабаларды діндерінен қайтармаған екен ғой. Біз үшін үлгі өнеге болады, нағыз жұлдыздар да бауыр. Ондай қиыншылықты біз қашан көрдік? Артынан Әбу Бәкір Сыддық барып сатып алып құтқарады соларды. Оның өзінде өліп қалды деп ойлайды ана тастан кейін. Қозғалмай. Бір күн жатқаннан кейін өлігінен де пайда көрейін деп өзінше. Алсаң ала бер деп жаңа сата салады, ал ажал келмеген адам өлмей ақырынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның азаншысы болған ғой жарты. Пайғамбарымызды өте қатты жақсы көрген. Ана әңгімесін білесіздер ғой, Билал радиаллаху анху пайғамбарымыз өлгеннен кейін Мәдинада тұра алмаған. Сондай махаббат. Әзірет Әбу Бәкір рұқсат бермеген оған кетуге. Соны айтқан екен, егер сен мені кезінде өзіңе құл болу үшін сатып алған болсаң, онда қалай? Жоқ, Алланың ризашылығы үшін мен сатып алып азат еткен болатын болсаң, онда менің жұмысым араласпа дейді. Жоқ, мен сен Алланың ризашылығы үшін сатып алған едім. Сөйтіп азат еткен, онда араласпа дейді, содан сөйтіп кетіп қалады. Шамда жүреді, Сирияда ол кісінің қазір қабірі. Түсінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көреді. Ей Билал, бізді зиярат ететін уақытың келген жоқ па деген. Содан кейін жылап еңіреп Мәдинаға келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мешітінде намаз оқып тұрса, Хасан мен Хусайнды көріп қалады. Содан екеуін құшақтап сүйіп, содан Хасан мен Хусайн Билалға айтқан екен, даусыңызды сағындық, бір азан айтыңызшы деп.
Соны екеуінің өтінішінен жерге қалдыра алмаған енді. Пайғамбардың немерелері ғой. Пайғамбарымыз қалай өлді? Билалдың да Мәдинада дауыс шықпай қалған ғой содан кейін. Өзінің баяғыдағы шығатын жеріне шығып, Аллаху акбар деп Билал радиаллаху анху азан айтқан кезде Мәдина дірілдеген дейді. Түсінбей қалған. Көп адамдар ойлаған екен сол кезде пайғамбарымыз тіріліп кетіп қалды ма деп. Енді ойлаңыз, пайғамбарымыздың уақытында 5 уақыт намаз Билалдың даусыменен шақырылады, азан келеді. Пайғамбарымыз дүниеден озғаннан кейін ол дауыс та бірге жоғалып кетеді. Аяқ астынан арадан бәленбай жылдан кейін Билалдың даусын естіген кезде мұсылмандар пайғамбар тіріліп келіп қалды ма деп ойлаған екен. Бұл не болып қалды деп. Барлығы мешітке қарай жүгірген екен. Содан ашхаду алла илаха иллалла ашхаду анна Мухаммадар Расулулла деген жерге келген кезде жылап, ары қарай айта алмай қалған ғой азан. Шыдай алмағанда енді. Ислам тарихында айтады, Мәдинада сол күннен артық жылаған сахна көрілмеген дейді ғой. Мұсылмандар қатты жылаған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытындағы жүрген кездері, достықтары, сұхбаттары есіне түсіп кеткен ғой. Міне сол Билалды да міне осындай азаптап қинаған ғой кәпірлер. Не үшін сол? Аллаға сенгендік үшін ғана. Тек бұл Билал емес, Хаббаб ибн Арат деген сахаба болған, ол да құл болған байқұс. Енді үлкен әулеттен шыққан сахабаларға пайғамбарымызға көп тиісе алмаған, өйткені олардың артында әулеттері бар. Олар үшін ертең тиіссе соғысат керек болатын болса, олар үшін тұрып береді. Пайғамбарымызды қорғап жүрген Абу Талибі бар, басқа да сахабалардың ағайындары бар. Енді бұлар құлдар ғой. Содан кейін бұларға білгенін істеген да. Хаббаб ибн Аратты жарықтық шашынан сүйреген екен, діріңнен қайтты. Отты жағып, оттан шыққан шоқтар бар ғой. Сол шоқтарды денесіне қояды екен, арқасына қояды. Сен діріңнен қайтты. Ана шоқтары денесін тесіп, ар жағынан сүйе көрініп қалады екен жарықтық. Сондай дәрежеде қинаған. Бірақ ол кісілер де дінінен қайтпаған екен. Сондай азап көрген. Енді олар тірі қалған. Бұл 2 жыл жалғасады. 3 жыл жасырын болса, Хабешстанға хижретке дейін бірінші 2 жыл бойы осындай азап көреді ғой мұсылмандар. Бұның ішінде Ясир мен Сумайя деген 2 сахабалар бар. Аммардың ата-анасы. Ол Абу Жахилдің құлдары болған бір екен. Аммар да соның Абу Жахилдің құлы болған. Қасиетті болған Қағбаның қасында азаптаған ғой бұлар. Тіпті Сумайя анамыздың әурет жеріне найза тағып өлтірген деген риуаяттар бар. Енді Ясирді де радиаллаху анху әйелі Сумайяны да сол Қағбада қинап, ақырында найзалап өлтіреді. Тек мұсылман болғандықтары үшін. Осындай қиын сахналар болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қастарынан өтіп бара жатады. Ей Ясирдің жаниясы, сабыр етіңдер. Сабыр етсеңдер, сендер жәннатқа барасыңдар деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Расында да исламның ең бірінші шахидтері болып есептеледі ғой 8. Бірақ Аммар ақырында қиыншылыққа шыдай алмайды, ата-анасын өлтіреді, өзінде қатты қинағандықтан байқұс болды, мен қайттым деп айтып Абу Жахилдің қолынан естиді, құтылып кетеді. Артынан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы әңгіме жеткен кезде осылай істеуге болады деген рұқсат алады. Бірақ сондай рұқсат бар болса да сахабалар айтқандарынан қайтпай діндерін сатпаған ғой ешқашан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бұлай ойлауы мүмкін енді. Мұсылмандардың саны 60, ана жерде Билалды анандай қинап жатыр, Хаббабты былай қинап жатыр, Ясир мен әйелін өлтіріп тастады, Аммарды ол қинап жатыр, басқа да мұсылмандар неше түрлі қыспақтарға алынып жатыр. Әзіреті Осман өз алдына, әзіреті Әбу Бәкір мысалға, барлығын қинап жатыр ғой. Оның қасында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның басына да қаншама қиыншылықтар келген. Бірақ бір мәртеде болса қолымызға қару алып осы мүшриктерге қарсы соғысайық демеген ғой, өйткені Алладан рұқсат жоқ та соғысуға. Фастаъ бима туъмар ва а'рид анил мушрикин. Мүшриктерден бет бұр деген сөз, олармен соғыспа деген сөз. Соғысуға болмайды. Алла тағаланың әмірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылай жайған дінін. Ақиқатты айтқан, кім қарсы келіп қинаса, сол қиындығынан істеген, сабыр еткен. Мына дағуатшы болу оңай емес екен. Біреу ұрса, сен де ұрсаң төбелес болады. Ақырында не сен жеңесің, не ол жеңеді. Бірақ дағуат дұрыс болмай қалады екен да, ислам діні жайылмай қалады бұның нәтижесінде.
Өйткені қан шыққан жерде береке болмайды ғой ешқашан. Ертең сен біреуді өлтіріп тастасаң, оның ағайыны бар. Соның бүкіл ағайыны сенімен және сенің дініңмен дұшпан болып кетеді. А біздің мақсат сол ма, адамдарды дұшпан қылу ма? Жоқ, ақиқатты айтып, және Алла үшін ақиқаттан кейін бізге азаптар, қиыншылықтар кесе, әлсіздік қылып, ол қару алып соғысу жалпы әлсіздіктен екен ғой. Ал залымдардың зұлымдығына сабыр ету нағыз пайғамбардың және сахабалардың жолдары екен. Міне сол кісілер сол сабыр еткендіктен, солардың қаны төгіліп, шейіт болғандықтан, солардың қандарының құрметіне Алла тағала берекесін беріп, ислам діні бүкіл араб жартаралына және дүние жүзіне жайылып кетті ғой, сол кісілердің сабырларының арқасында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маза бермеген ғой. Ойлаңыз, бала деген бауыр етің дейді ғой. Пайғамбарымыздың Рухия Умму Күлсүм деген екі қызын Абу Лахабтың Уқба мен Икримаға екі қызын берген ғой. Абу Лахаб Мұхаммед пайғамбардың екі қызын талақ қыласың дейді ғой. Ойлаңыз. Ана екеуі де әкелерінің айтқанын істейді. Екі қызы күйеулерінен ажырасып үйіне келеді. Ойлаңыз, оның өзі де үлкен бір соққы ғой пайғамбар. Мәпелеп отырған қыздары күйеуге берген. Пайғамбарымыздың осы дінді алып келгендігі себебі аналар Мұхаммед пайғамбардың қыздарының да бізге қажет жоқ деп үйіне әкеліп тастайды. Қандай үлкен қиыншылық. Сенің қызың бізге керек емес деп. Біз ойласаң қорқасың ғой, ертең біреуге қызыңды бердің, сенің қызыңды ертең әкеліп тастаса, қызың бізге керек жоқ деп. Қандай қиыншылық. Жанұясына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ауласына әрқайсысы өздерінің нәжіс нәрселерін келіп лақтырып кете беретін. Намаз оқып жатқан кезде түйенің шек қарнын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үстіне қойып кеткен ғой. Жарықтық тұра алмай қалған. Хазірет Фатима анамыз айтып жүгіріп келіп, қасында басқа да сахабалар бар, айтып әрең дегенде, түйенің шек қарны деген енді ау ғой. Үстіне тастап кеткен ғой мәселе. Бір мүшрик пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен сөйлесіп отырған кезде Умайя ибн Халаф көріп қалады да, сен де мұсылман болдың ба не деп сөйдейді. Жоқ, мен мұсылман болған жоқпын, жай сөйлесіп отырмын. Сен жай сөйлесіп отырған жоқ сияқтысың, сен мұсылман болған сияқтысың. Жоқ, мұсылман болған жоқ. Мұсылман болмасаң барда бетіне түкір Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Мен мұсылман емеспін дейді да, барады да Мұхаммед пайғамбардың бетіне түкіреді. Енді ойлаңызшы, бетіне түкіру деген енді. Сондай қиын қыстау кезеңдер болғанда Меккеде. Алла тағала сақтасын. Тіпті еркектер былай тұрсын, әйелдердің өздері жамандық жасайтын болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Абу Лахабтың әйелі Умму Джамил деген арнайы шет жаққа барып тікендерді алып келіп Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйінің есігінің алдына тастап кетеді екен. Есік алдынан шыққан кезде аяғына кірсін деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Таббат сүресін оқыған кезде Умму Джамилға жеткен ғой енді. Таббат яда аби лахаби ва таб ма агна анху малуху ва ма касаб саясла наран зата лахаб ва мраатуху хаммалатал хатаб фи жидиха хаблум мин масад. Оның әйелі ертең тозақта отын таситын болады. Өзінің отын өзі тасиды. Мойында оттан қыздырылған шынжырменен. Мойында ең қымбат бір алқасы болған екен Меккедегі. Сол алқасын Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен күрес жолында жұмсаған екен осы қаншама ақша. Ертең сол жұмсаған ақшасы мойнына ыстық шынжыр болады деп айтылып жатыр ғой. Сол нәрсені естіген кезде қолына тас ұстап алып Мұхаммед пайғамбарымызды бүкіл Меккеден іздеген. Ойлаңыз, еркек жарай тас алып ұрса бір сәрі ғой. Әйел адамдардың жаман сөз айтып Мұхаммед пайғамбарымыз таспен ұрам деп жүруі де ол еркек адамға қиын ғой, былайша айтқанда. Ойласаң да өзің ойлашы. Жаңа еркектен бір сөз естисің, таяқ жейсің басқа. Ал енді әйел келіп саған айғайлап, және сені ұрып жатса мүлдем қиын ғой енді. Сол іздеп жүріп, Әзіреті Абу Бәкір мен Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам отырған жерге келеді ғой. Сол жерге келген кезде Алла тағала енді көрсетпеймін десе көрсетпейді ғой. Әзіреті Абу Бәкір келіп, досың қайда деген екен. Қасында отыр Мұхаммед пайғамбарымыз. Әбекең таң қалып қалады, досың қайда дейсіз, қасында отыр. Айтпайды енді қасында отыр деп, бірақ таң қалады дейді. Білмеймін дейді, досым қайда. Көрсең айт дейді, мен оның басын жарам. Мен жайында мазақ әңгіме айтып жүр екен ғой деп кетіп қалды. Осындай дәрежеге шейін барған ғой, қиындық деген. 2 жыл бойы. Бірақ мұсылмандар алған бетінен қайтпаған, дағуат тұрмаған, зұлымдыққа сабыр еткен. Хаббаб ибн Арат жаңа айттық қой, арқасына шоқ қойып, шоқ тесіп кетіп, қатты қиналғандықтан Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға, я Расулалла, енді қинала береміз ба, бұл қиыншылық қашан кетеді енді деп бір
шағымданса керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, қатты ашуланған дейді ғой. Енді бұл жерде алла тағаланың сынағы ғой. Бұл пайғамбарымыз да таңдап отырған жоқ бұл жолды. алла тағала әмір еткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам істеп отыр бұл нәрселерді. Сендер асығасыңдар. Кезінде басқа пайғамбарлардың үмметі аллаға сенгендіктері үшін тура ортасынан арамен кесілсе де діндерінен қайтпағанды. Арамен кесіп тастайтын болған екен, тура ортасынан қараңыз. Сендер асығасыңдар. Ертең сондай уақыттар келеді. Санға мен Хадрамауттың ортасына бір әйел өзінің көлігіменен Алладан басқа ешкімнен қорықпай бейбіт түрде барып келе білетін уақыттар келеді. Қойшы да өзінің қойына қасқырдан басқа ешкімнен қорықпайтын болады. Адамдардың барлығы мұсылман болады ертең. Жақсы замандар келеді, бірақ сендер асығасыңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істеген, сахабаларын тәрбиелеген. Ең бірінші енді тәрбиелеуде исламның басында Меккеде мұнафық деген болмаған ғой. Нағыз мұсылмандар ғана, нағыз иманды адамдар ғана қалған. Қиыншылыққа сабыр еткен. Мұсылмандардың арасында мұнафықтар болатын болса, діндерінен қайтып кетсін деп мүмкін алла тағала сынаған. Алла тағала Құран кәрімде айтады ғой: Ахасибан насу айютраку айяқулу аманна ва хум ла юфтанун. Адамдар ойлай ма дейді, біз иман келтірдік, мұсылман болдық, болды, біз енді құтылдық, ешқандай енді бізге емтихан болмайды деп ойлай ма? Жоқ дейді. Егер иман келтірсе, мұсылман болатын болса, алла тағала оларды не істейді дейді? Сынайды. Біз көп жағдайда ойлаймыз, әсіресе сыртта жүрген қазақ бауырларымыз мешітке келмейтін ойлайды. Егер жағдайым жақсы болса осы дүниеде, алла тағала мені жақсы көреді деп ойлайды. Өзінің ақшаны қайдан тауып жүргеніне қарамайды ол. Үйі бар, күйі бар, машинесі бар, абыройы бар, ақшасы бар, демек алла мені жақсы көреді деп ойлайды. Харамнан ақша тауып жүрсе де сөйтіп ойлайды. Ал бір қиыншылықтар келіп қалса, неге бұл қиыншылықтар келіп қалды? Алла тағала мені жақсы көрмей қалды ма? Деп мешітке жүгіріп келіп, бір садақаларын беріп, дұға жасаңызшы деп қояды. Оны дұға жасап бересіз, кетеді. Егер алла тағаладан осы дүниені ғана сұрасаң, алла саған береді, аямайды. Бірақ мұсылмандар, біз екі дүниенің де жақсылығын сұрауымыз керек. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Я алла, маған осы дүниеде де және о дүниеде де жақсылық бер. Ал бұл дүниеде егер қиыншылық келіп жатса, алла тағала біздің иманымызды сынап жатыр деген сөз. Шын иман келдірген бе екен? Жоқ. Ертең қиыншылық келген кезде аллаға қарсы шығып кетер ме екен? Сынайды алла тағала ертең. Қазір сынамаса ертең сынайды. Алла тағала жақсыны да сынайды, жаманды да сынайды. Өзі біледі. Егер бір бауырымыздың басына көп қиыншылықтар келіп кетсе, ол адамды алла тағала жек көріп жатыр деп ойлаймыз біз. Ондай емес ол. Керісінше алла тағала оны тазалап жатыр. Тіпті керек болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бойынша бір мұсылманның аяғына бір тікен кіріп кетсе де, істеген күнәсі үшін каффарат болады екен. Бір күнәсін кешіреді екен алла сол үшін. Тіпті жақсы көретін құлына алла тағала қиыншылықты көп береді екен. Осы дүниеде тазалайды екен ол құл. Істеген күнәсінің жазасын осы дүниеде береді екен. Егер күнәсі өлім сәтіне шейін жетсе, жанын қинап алады екен. О дүниеге тап-таза болып кетеді екен да. О дүниеде азап жоқ енді. Ал енді үлкен шынайы қиындық ол о дүниеде ғой. Сол қиындықтан алла тағала бізді сақтасын деп тілеуіміз керек екен. Ал біз керісінше осы дүниеде қиыншылықтан аулақ болсақ болды деп ойлаймыз ғой шындығында. Сахабалардың барлығы қиналды. Қиыншылықтар кетіп қалды, бірақ сауаптары қалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтуы бойынша, ертең мұсылман осы дүниеде қиыншылықтан көз ашпаған мұсылманды жәннатқа бір кіргізіп шығарған кезде бүкіл көрген қиыншылығын ұмытып кетеді екен. Сен осындай бір қиыншылық көрдің бе деген? Жоқ деп айтады. Қиыншылық көрген жоқпын. Не деген рахат өмір. Ал осы дүниеде жалған жалпағынан басып, ешқандай қиыншылық көрмеген бір кәпірді алла тағала тозаққа бір кіргізіп шығарған кезде ешқандай жақсылық көрмедім мен дүниеде деп айтады. Ұмытып кетеді бүкіл көрген жақсылықтарын, нығметтерінің барлығын ұмыттырып жібереді алла тағала. Сондықтан да мұсылманға, әсіресе пайғамбарымызға, сахабаларға осындай қиыншылықтар беріп жатыр ма? Тазалану екен ғой оның барлығы, тазалап жатыр.
Алла тағаланың рахметі, мейір, шапағат екен. Сахабалар кезінде сыналмаса қорқады екен. Біз немене Алла тағаладан ұзақта кеттік па? Неге бізді сынамай жатыр Алла тағала? Неге бізді тазаламай жатыр деп. Ал біз керісіншеміз ғой. Қазір денсаулығымыз бар, қарын тоқ, қайғы жоқ болса, бәрі жақсы деп ойлап жүреміз да өзімізше. Олай ойламау керек екен. Әрқашан айтып жүрем, Абдурахман бин Ауф деген сахаба болған, сол кісі өте үлкен саудагер болған. 700 түйеге шейін керуен жүргізетін болған, ойлаңыз. Әбекең Шам диярынан келе жатқан кезде Меккенің саудагерлері алыпсатар дейді ғой енді ол. Ана кісі Аптабик 3 күндік жерден күтіп алады екен. Ана кісі келетін жерге су сеуіп, шатыр жасап, шайын қайнатып, тамағын жасап, Мәдинаға кіргізбей, ана кісінің әкелген заттарын алып қалды. Енді ол сауда ғой, болады ондай нәрсе. Соны Әбекең келсе, ана саудагерлердің бәрі жиналып отыр, енді мұсылман ғой олардан. Дастарханды қайқайтып тастаған, таң қалып қалған, дастарханды көріп. Содан кейін отырып, бісміллә деп, белдікті біз сияқты босатып қойып, тамақты ұрмаған екен. Көңілі босап кеткен ғой ана дастарханды көрген. Не болды Әбеке, бірдеңке дұрыс болмай қалды ма деп айтқан кезде, мен Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен жүрдім деген. Меккеде де, Мәдинада да жарықтық Алланың сүйікті құлы болса да, қолында қандай мүмкіншіліктер болса да, осындай бір дастарханда отырғанын көрмеппін деген. Қара су қара нанмен дүниеден өтіп кетті деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сүт пен бал алып келген кезде, балды жемеген ғой, мен сүт қана ішейін. Неге Расулалла, харам ба деген да, қосып жеп. Жоқ деген, бұл балда, сүтте өте үлкен нығмет қой деген. Ертең осы үшін сұраламыз, мен сүтті ғана ішейін, бал жемей қояйыншы деген. Екі үлкен нығмет мынау. Бірдей. Ертең қалай жауабын беремін деп айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи біз сүтке бал араластырып 1 литр ішіп аламыз ғой. Ештеңені бітіріп жатпасақ та, Құдай сақтасын енді. Сонда Абдурахманның айтқан сөзі ғой енді, радиаллаху анху. Мен Әбу Бәкірмен де бірге жүрдім деген. Пайғамбарымыздан кейін 2,5 жыл халифасы болды. Жарықтық Әбекеңді де осындай дастарханда отырғанын көрмеппін деген ғой, мұсылман болғаннан кейін. Әйтпесе бай кісі болған ғой кісі кезінде. Бірақ Алланың жолына кіргеннен кейін бүкіл дүниесін Алланың жолына сарп қылған. Мен Әзірет Омармен де бірге болдым деп. 10 жыл халифа болған Әзірет Омар. Жарықтық дүниені билеген Әзірет Омардың уақытында Риміңді, Ираныңда бүкіл мына ислам әлемі дүниеге жайылып кеткен ғой. Мысырды да алған ол кезде мұсылман. Дүние деген ағылып келіп жатса да, дүниеге алданбаған екен ғой. Жыртық шапанымен дүниеден өтіп кеткен. Әзіреті Омардың бір шапанында 9 жама болған дейді ғой. 9 жама, не деген сөз? Сол Әзіреті Омардың да осындай бір дастарханда отырғанын көрген жоқпын дегенде. Енді мынау не үшін бізге дегенде, Алла осыншама нығметті не үшін беріп жатыр бізге? Мен ойлаймын деген, осы дүниедегі істеген, Алланың ризашылығы үшін істеген кейбір істеріміздің сауабын Алла тағала осы дүниеде беріп қойып, о дүниеде құр алақан қалып қалам ба деп қорқамын деген. Аналардың сауабы о дүниеге қалды. Дүниеден ешқандай рахат, ләззат көрген жоқ. Тек дінге қызмет етіп кетті. Бүкіл дүниесін, жанын сол жолда пида қылды. Ал бізге мынау не деген ғой? Судың да сұрауы бар ғой, барлық нәрсе сұралады деп жылаған екен ғой жарықты. Сол жерде отырғандар да жылаған. Сол дастарханнан бір үзім нан үзіп жемей барлығы тарқап кеткен дейді. Міне сондай сенім болған ол кісілерде, ақиретке деген сенім. Сауаптың бәрі ақиретке қалсын деп ойлаған. Ал бізше Алла тағала кейбір сондай үлкен ауыр сынақтарды шынайы мұсылман менен мұнафықты айыру үшін береді екен. Фәлә я'ламанналлаху аллазина садақу ва ла я'ламаннал казиби. Өтірікшілер мен шынайы мұсылмандарды айыру үшін Алла тағала кейде мұсылмандардың басына үлкен осындай қиыншылықтар бәлелер. Шынайы мұсылмандар сынаққа сабыр етіп қалады. Өтірік жай жүргендердің бәрі арадан сытылып шығып өз жолменен жүре береді. Ертең мен де мұсылман болдым деп, мұсылмандармен бірге болдым деп айтпас үшін Алла тағалаға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы жолды таңдады. Таңдағандағы бір парасаттылық, бір хикмет деп айтсақ болады. Егер сахабалар сол кезде мұсылман боласап, қолдарына қылыш алып, Хаббабқа, Ясир мен Сүмайяға, Аммарға, тағы да Билалға, басқа сахабаларды қорғап, соғысып, қырқыс болған кезде мүмкін үлкен фитна болып, қалған адамдардың мұсылман болуына үлкен кедергі болып қалатын еді. Сол нәрсені байқады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Және Алла тағала оны әдейі үйретті ғой дағуаттың жолын. Сол пайғамбарымыз және сахабалар Әзіреті Омар мұсылман болады.
Егер мүмкін мұсылмандар мен мүшриктер соғысып кетсе, омарлар мүмкін мұсылман болмай қалатын. Олар да ана жақта соғысып кетеді ғой бері. Соғыс болса олар қояды дейсің, ол бірінші сапта тұратын шығар батырлар. Кейіннен мұсылман болды. Мұсылмандар сабыр етті, зұлымдықты көрді, әділетсіздікті көрді. Аналардың сабырын көрді. Мыналар не үшін соғыршама бұларды азаптап жатырмыз? Не үшін өлтіріп жатырмыз? Адамның жүрегі бүлк ете қалады ғой. Ар жағында бір тазалық болатын болса. Сол сабырлықтың нәтижесінде Хазіреті Омарлар мұсылман болды. Халид ибн Уалидтер мұсылман болды. Амр ибн Ас мысалға, олар мұсылман болды. Тағы да кімдер? Хазіреті Хамза мұсылман болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір жерде отырған кезде Абу Жахил келіп, басқа рудан, Бәни Махсум деп айттық қой, Мұхаммед пайғамбарымыздың ұруымен әрқашан таласып жүрген бір руда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға неше түрлі нәрсені айтып, пайғамбарымыз үндемейді, боқтайды, үндемейді. Содан кейін келеді да таспен басын жарып кетеді. Таспен бір-ақ ұрады басын. Пайғамбарымыздың басы қанап, барлығы жақ қан болып, сонда да үндемей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кетіп қалады. Пайғамбарымыз күшті болған ғой, қарсы шығып Абу Жахилдің кеңірдегін жұлбаса болады ғой. Бірақ Алладан рұқсат жоқ та, көрдіңіз бе? Кетіп қалады үндемей. Ешкімге айтпайды. Ағасы Хамза аңнан келе жатыр. Арыстан аулай деген жалаң қолмен. Сондай батырлар болған ғой. Арыстан аулау деген, Құдай сақтасын, бір ит алдымыздан атып шықса бір түрлі болып қаласың өзің. Арыстан аулау деген. Алабай болса вообще өліп қалатын жарым, жүрегім жарылып, Арыстан аулау. Аңнан артынып, тартынып Меккеге кіріп келе жатса, құл енді қазір атын ұмытып тұрмын, ол да мұсылман болған ғой. Сен мына жақта өзіңді батырмын деп жүрсің, ана жақта ағаңның баласының басын жарып жатыр Бәни Махсумдықтар деп ақырын сөзді айтып жіберген ғой. Қалай дегенде, солай деген, Мұхаммедтің басын жарып тастады Абу Жахил. Ана жерден қайнаған ғой. Көрдіңіз бе, ана ұрулық мәселені қозғап жіберді да, ана жерде туысқандық, өзінің ағасының баласы, жетім өскен, Мұхаммед пайғамбарымыз таниды, жақсы көреді, бірақ әлі мұсылман болмаған да. Соған әкеп тұр ғой Алла тағала. Абу Жахил қайда деп іздейді ғой. Қараса өзінің достарыменен Қағбаның қасында отыр екен. Барады да, шай жоқ, өзінің қолында садағы бар екен, сол садақтың бір жағыменен бір-ақ ұрып Абу Жахилдің басын жарып тастайды. Қан болып кетті. Міне саған, қанға қан дейді. Сен менің інімнің басын жарып тастапсың. Күшті болсаң менің басымды жармайсың ба? Ал мен де кірдім, ал соның күнін не істейсің маған? Кірген жоқ, бірақ солай деп айта салады. Енді ол Абу Жахил де ол оңай адам емес қой. Ол да үлкен әулеттің адамы, қасындағы мүшриктері атып тұрып, Хазіреті Хамзаға жабылайын деген кезде тоқтаңдар дейді. Тоқтаңдар, тиіспеңдер. Хамза дұрыс айтады дейді. Мен оның інісін ренжітіп, хақсыз жерде бір басын жарып едім. Ол дұрыс жасады. Маладес Хамза деген сияқты дейді. Әдейі мақтайды. Ар жағынан көкейін тесіп бара жатқанда, мынау да маған ерегесіп, оны ұрып тағы да төбелес болса, мұсылман болып кете ме деп қорыққан ғой. Қойды, қоя салай болсын. Осы мақтап Хамзаны қайтарып жіберді. Мұсылман болмасын деп тұр да. Мұсылман болып кете ме деп тұр. Қорқып. Содан жарайды деп кетеді. Сон пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи тауып алады да, інім сенің басын жарып тастапты ғой, мен де бардым ананың басын жарып тастадым, сен қорықпа, біз сенің артыңдамыз деген сияқты нәрсені айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан екен, мен ол нәрсеге қуанбаймын деген да. Егер сіз мұсылман болсаңыз, мен одан артық, мен үшін бақыт болмас еді деп айтады да. Енді өзі мұсылманмын деп басында айтып қойды. Содан ержекті екі сөйлемейді, сол жағы болды ма? Жоқ, Мұхаммед пайғамбарымыздың айтқан сөз әсер етті. Мен былайша айтқан кезде иман кірейін деп тұр ғой жүрегіне. Сол жерде Хазіреті Хамза иман келтіріп мұсылман. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Асад деген атақ берген ол кісіге. Асадулла, Алланың арыстаны деген. Батыр кісі болған ғой өзі. Артынан да ол кісінің қалай мұсылман болып, соғыста қалай шейіт болған бәрін айта жатармыз иншалла. Міне Алла тағаланың әміріне мойынсақ, біздің мынау ақылымыз көп нәрсеге жете бермейді ғой. Біз көп асығамыз, бір нәрсенің тез болғанын мүмкін қалаймыз. Пайғамбарымыз да пенде, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Алла тағала өзі тәрбиелемесе, ол кісі де мүмкін көп қателіктер жасайтын еді. Бірақ Алла тағаланың тәрбиесі, бұл Алланың діні, және бұл Алланың дінін Алла тағаланың көрсеткен жолыменен егер біздер жаятын болсақ, бауырлар, нәтиже бұл. 3 жыл жасырын жасады. Ашықтан айтып еді, осындай қиыншылықтар келді. Қиыншылықтарға мұсылмандар сабыр етті. Сондай азаптар жасаса да сабыр етті. Оларға қарсы шығып, қол жұмсап, соғысу деген нәрсені жасамады. Соның нәтижесінде қаншама адамдардың исламға деген жүректері жылып, мұсылманшылық Меккеде өте кең таралып кетті да. Осы нәрсені де Алланың жолына шақырушы дін адамы, яғни сіздер менен біздер тек имамдар емес, жақсылап ұғып алу керек екен.
Арамызда бар көп бауырларымыз. Анандай бір қиыншылық болып қалса, кейде қиыншылықтар жоқ қой енді бізде шындығында. Кейбір дінге қарсы бір түсініспеушіліктер болып қалса қоғамда. Жоқ, бір кеткісі келеді, ан жаққа кеткісі келеді, мын жаққа кеткісі келеді, қолдарына қару алып соғысқылары келеді. Оның бәрін шайтан істетіп отыр да бұл. Алламыздың, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолы емес екен. Сен олай істесең, қоғамда сен ислам жай алмайсың. Керісінше исламды жек көріш қыласың адамдар. Алланың жолына басыңды қойдың ба, ақиқатыңды айт. Ақиқатты айтқаннан кейін басыңа бәле келсе сабыр ет. Міне нағыз сонда сен мұсылман боласың. Бәле деген нәрсе тек өзің ғана мұсылман болып, ешкімге айтпай үндемей жүрсең, ол кезде шайтан саған тиіспейді екен. Шайтан саған қашан тиісе бастайды, сенімен қашан нағыз дұшпан бола бастайды, сен шығып ақиқат айтқан кезде басталады екен ғой, үлкен проблемалардың бәрі. Дағуат жасаған кезде басталады. Өйткені шайтан өзі жамандықты жайып жатыр ғой қолынан келгенше, барлық жақта. Арсыздықты, имансыздықты, Аллаға қарсы неше түрлі нәрсе бәрін жайып жатыр. Күнәні жақсы қылып көрсетіп. Ал енді соның ішінде біздер мына нәрсенің дұрыс емес, мынау ақиқат осы екен деп дұрыс нәрсені жесең, міне шайтанның нағыз сонда дұшпаны боласың да. Дағуатшы боласың. Содан кейін саған бүкіл шайтан өзінің достарының бәрін айдап салады. Соның саған неше түрлі қиыншылықтар келеді. Мүмкін жалалар жабылады неше түрлі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға, сахабаларға жалалар жабылды ғой неше түрлі. Жынды деді, сиқыршы деді, анау деді, мынау деді. Соның барлығына сабыр етті. Нәтижеде не болды? Аққа Құдай жақ дейді. Өзі зиян шекті, бірақ ислам діні жайылды, таралды. Осы нәрсені бауырлар дұрыстап болды. Өткен сабақтарымызда айтқанбыз, дүние жүзінде Аллаға құлшылық ететін адамдар қалмаған. Тек Мекке, Мәдинеде емес, тек Араб жарты аралында емес, дүниеде ондай адамдар қалмаған. Барлығы күнәға, шіркке, бел барынан батып кеткен ол кездерде. Енді Меккеде бір уыс қана мұсылмандар пайда болды. Аллаға шынайы құл, Алланы шынайы танитын пайғамбарымыздың артынан. Пайғамбарымызды қатты уайымдады. Осылардың барлығы ертең жоқ болып кете ме екен? Сынаққа шыдай алмай қалар ма екен? Не болар екен деп. Аллаға сенеді. Алла тағала күн десе, енді күн деген мына күн деп ойлап қоймыз. Күн деген бол деген сөз, Алла тағала бол десе барлық нәрсе болады. Бірақ Алла тағала бізді бұл дүниеге сынақ үшін жіберді ма? Сынаққа біз не істеуіміз керек екен? Шыдауымыз керек екен бала. Егер Алла тағала бәрін бізге істеп берсе, сонда не болды бізде? Біз не істейміз ол? Барлық нәрсеге Алланың құдіреті жетеді. Бірақ құлына көтере алмайтын жүкті Алла тағала ешқашан жүктемейді. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Біз соғанға дейін өзіміз апаруымыз керек. Ал біздің бітті ма сабырымыз, біздің ары қарай күшіміз жетпей ма, Алла тағала сол кезде бізге көмектеседі. Біз өзіміздің иманымызды дәлелдейміз да сол арқылы. Бірақ мына себеп деген нәрсені тәрк қылмау керек ешқашан. Себеп дегеніміз не? Асхабу таваккул, асхабул асбаб дейді. Тәуекел дәрежесіне жеткен адамдар, себеп дәрежесінде жүрген адамдар. Түйеңді байлап қойып, Алла тағалаға тәуекел ет дейді. Сақтансаң, Алла тағала сақтан дейді. Сақтықта қорлық жоқ дейді. Сақтық жасау керек. Аллаға бізден артық сенген Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі сақтық деген нәрсені ешқашан тастап қоймаған, сақтық жасаған. Міне соның себебіменен 2 жыл бойы ашықтан дағуат жасап, мұсылмандардың өліп, қаншама қиналып жүргенін көргеннен кейін Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрине Алла тағаланың рұқсатыменен мұсылмандарды басқа жаққа көшіру керек деген ойлайды ғой. Егер осылай жүре берсе, мұсылмандардың барлығы жоқ болып кетуі мүмкін. Дағуаттың алды тоқтап қалуы мүмкін. Егер біз жоқ болып кетсек те, басқа жаққа бір мұсылмандар жіберіп қояйық, сол жақтан олар Алла тағаланың дінін жайсын деген үмітпенен ең бірінші пайғамбарлық келгеннен кейін 5 жылдан кейін деп айтсақ болады, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арнайы кедейлер емес, мысалы кедейлер жіберсе болады. Енді оны әлі айтамыз келесі сабағымызда. Меккенің мен деген мықты мұсылмандарының барлығын Эфиопия қазір енді айтылады, Хабешстан дейді. Сол жаққа көшесіңдер деп айтады ғой. Ең бірінші көш пайғамбарлықтың 5-ші жылында Ражаб айында болған екен. Міне Құдай қаласа қазір енді уақытта біраз болып қалды, көп соза бермейік. Келесі сабағымызда Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағаладан әмір алып, аз ғана мұсылмандардың дінін сақтау үшін Аллаға сеніп Мұхаммед пайғамбардың жолында жүріп, құлшылық жасап, білімдерін ары қарай арттырып, және көбейіп, имандарын сақтап қалу үшін көшуге мәжбүр болып қалған. Ең бірінші көш сол Хабешстанға болған. Сол жерден иншалла келесі сабағымызды жалғастыратын боламыз. Осы айтқан әңгімелерімізден иншалла
түсініп ғибрат алуды Алла тағала бәрімізге нәсіп етсін. Және Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолыменен жүріп, иншалла Алланың қалаған жіндәйушісі, дағуатшысы болуды, білгенімізбен амал етуді иншалла нәсіп етсін. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين.